Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді болып шығатын сүйекке қосылған пицца дайындайтын боламыз. 2 пиццаға арналған қамыр дайындаймыз. Ыстықтау суымызға тұз бен қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін суымыз жылиды ғой, дрожжи бен сұйық майымызды құйып, еліктен өткізілген ұнымызды қосып, қамыр дайындаймыз. Қамырымызды пищевой пленкамен бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Қамырымыз дайын болды, мұны 2 есе ұлғайды. Жақсылап ен қандырып, тағы да 1-2 бөлікке бөліп, әр бөлігіміз шамамен 280 грамдай болады. Пиццамызға томатный соус дайындаймыз. Ол үшін әрине томат пастасы және де орегано шөбі дәм беру үшін міндетті түрде керек. Ыдысымызға тұз, қант, томат пастасы, орегано шөбі дәм беру үшін және де керегінше суымызды қосамыз мөлшерлеп. Қамырдың бетіне сәл май жағып, қамыр жаямын. Қолдың көмегімен қамырымның шетіне осылай бортик жасап шығамын. Соусымыз 2 қамырға дайындалған болатын. Соның 2 қасығын қосып, қалғанын келесі қамырға қалдырып қоямын. Салат жапырағын салғаннан кейін сьомкамызды, сырымызды дәл осылай ұзыннан турап саламыз. Пиццамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де мен каналымды қолдап, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Рахмет!